Ал достар, келесі қатысушыны ортаға шақырайық. Ол Махамбет Әлі Әбілда. Анам екеуміз далада да қонып көрдік. Сол үшін сол кезде уәде беріп қойғам өзіме. Егер мен байып, қандай да бір қолымда билік атақ болатын болса, мен үйсіздерге көмектесемін деп. Қазір менің көзімнің көру пайызы шамамен бір 30% десек болады. Оң көз бір 10%, сол көз 20%. Шамамен 30 жасқа келген кезде менің көзім мүлдем көрмей қалуы мүмкін. Сенің қарсыласың? Дастан Жайна. Жалпы осы шығармашылықтың айналасында ғой, бағдарламаға түстік, сценарист болдық, киноға түстім, жаңағыдай іс-шараларды жүргізу деген сияқты. Өте көңілді жігіт екен. Мен алам. Мен жалпы бұнда келу мақсатым бұрынғыны қозғау емес, тарих жасасам деген ниетпен келіп отырмын негізі. Бұл музыка тарихында, Қазақстан өнерінде, Қазақстан тарихында өздеріңіздің аттарыңызды қалдыратындай үлкен мүмкіндік. Алға сәттілік. КВН айналысты бұрын, бірақ енді аса бір кәдімгі эстрадный вокал тарапынан қарайтын болсақ, теория жағынан қарайтын болсақ, ол кісіде қатты бір вокал жоқ. Әншілердің ортасына келіп кәдімгі бір анау бөтен қой кіріп кеткен сияқты болды да қораға. Сол сияқты сездім жүргенім, анауың кәдімгі сол қораның месіне кәдімгі қошқар ұқсап жүр ғой. Ешқандай қорқыныш жоқ, грамм. Мен оны аяп тұрмын уже. Сәлем жігіттер. Қаласыңдар? Махамбет Әли, Дастан? Ұрысып тұрған жастар ма әйтеуір? Ондай болса дұрыс еді. Өйткені сайыспен, бірақ екеуіңіз бірігіп бір дүние, бір әдемі шығармашылық шығаруыңыз керек. Біздің айтатын ән өте керемет, өте көңілді. Әлемдік хит, әлемнің мықты әншілері орындаған. Бірінші тыңдадым. Басында өзімді елестете алмадым. Мен сөздерді пішіріп жатқан жоқпын ғой, болмаса ойбай анау сөздің орнына сөз деп қойдым ба деген ойдың қажеті жоқ. Сөздерін ұмытып қалсаңыз ештеңе етпейді. Дайындықтың кезде әннің сөзін жаттай алмай жатырмын ғой мен. Анау дегенің кәдімгі еркін жүзіп жатыр, енді дайындалып жатырмыз ғой. Мен деген әнді енді барынша жаттауға тырысып жатырмын, бірақ мен үшін жаңылтпаш. Ойбай дейтін ештеңе жоқ. Кейбір жерде асыра сілтеп кетесің. Максимально өзімді барлығы көрсеткім келеді, ол барлық жерде керемет емес. Өкінішке орай, сәтсіз де сәттері болады. Орындау барысында сол себептен бұл жерде қажет жоқ. Өзінің әлемінде аузына келген айта салады, әнді де тура солай емін-еркін шырқайды. Мен ұтылып көрген жоқ, ешкімде. Ұтылғым да келмейді. Сондықтан да сахнаға шығып, көбеншікте жеңіліп қалды дейтін атақ маған керек емес. Барынша бүкіл не бар сол энергияның бәрін шығаруға тырысамын осы әнде. Таңдау өте қиын болайын деп тұр маған. Бұл деген нағыз харизманың шайқасы болайын деп тұр. Маржан мықтылар әрқашанда мықты. Бұл сахна сіздердікі, берілген уақыт сіздердікі. Білгендеріңізді жасаңыздар. Шектен шықпай, кеттік бастайық. Сәттілік жігіттер.
Менде қобалжу жоқ. Себебі мен өмірімдегі ең басты фобиядан айырылған. Ол ұялшақтық және өз-өзіме деген сенімсіздік. Сондықтан да мен қайда тұрсам да, кімнің алдында тұрсам да, мен ешқашан қобалжымаймын. Сезім анандай болып тұр, бір бәйгеге шабатын тұлпардай тепсініп, қашан шығамыз деп тұрмыз. Енді біз барымызды саламыз. Кімнің өтетіні, өтпейтіні енді ол тәлімгеріміздің таңдауына байланысты. Қобалжу жоқ. Махамбетәлі Әбілда! Менде нақты арман бар және нақты мақсат қойылған. Мен үйді салуым керекпін, сол үшін кәдімгідей әр кезеңнен кезеңге өтуге тырысып жүрмін. Осы жекпе-жектен де сүрінбей өтуім керек. Сахнаға шықпай жатып, бәріңіз де қаратты ғой. Дастан Жайнақ! Ол менсінбей жүрген шығар. Мен кәсіпқой әнші болмасам да, соңына дейін күресетін ақиқат. Олай болса, жекпе-жек басталсын! Сәттілік. Well, it's one for the money, two for the show. So you get ready to go, and go, you don't you step on the blues with shoes, yeah. When you can do it yourself, look my blues with shoes. Come on, look me down, step on my flesh. My name all over the place. We're doing the things that you want to do, but I'm all over the place. Step on my blues with shoes. Well, you can do anything but the awful blues with shoes. Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar, doing the things that you want to do. That really your violation, you don't you? Step on my blues shoes. When you can do this thing, you love my blues shoes. Yeah. Okay. Махамбетәлі Әбілда! Дастан Жайнақ! Қошеметтеріңіз! Махамбетәлі! Жалпы бұлар Америкадан келген жоқ па? Тамаша жігіттер, керемет көңіл күйімізді көтеріп, Төлеген ағаның өзі бірінші рет орнынан бірінші тұрып рок-н-ролл билеген бірінші рет көрдім. Биледік қой талай рет. Енді жастығымызды өткіздік қой, балалығымызды өткіздік. Жігіттер бүкіл жан дүниесін салды, сондықтан жігіттерге және тәлімгерге мен рахметімді айтамын. Рахмет. Махамбет, ойбай, не деген. Харизма мынау. Әлі образда тұрсың сен. Осы биылғы Қазақстанда жобасының ең бір өзі бір әншіні, бір екі әншіні халық жақсы көріп қалады ғой. Барлық жоба бой. Сондайдың бір әрі бірегейі осы біздің Махамбетәлі бауырымыз деп ойлаймын өз басым. Жарайсың. Қуандық мен келіспеймін. Дастан деген туфлин шешкеніне қарағанда бұл одан да керемет. Маған Дастан ұнады.
бұл жерде барлықтарын сұрағым келеді. Енді тәлімгер өзі шешін, енді қиын ғой деп айтпай қояйық. Өте қызық сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз, иә? Маған салсаңыз бар ғой. Дастанды алыңыз. Махамбет-әлиді мен алайын. Не деген стратегия? Жоқ. Жанар, дуэттің сәтті шығуына осы екі қатысушының қатысып жатқаны деп ойлаймын. Басқаларды елестете алмаймын. Сондықтан да сенің таңдауың керемет осы дуэтте. Соны білмеймін, шын айтайын, білмеймін. жалпы Дастаннан бастасақ. Дастан кәдімгі шоумен, кәдімгі әртіс. Айтқан сөзінің барлығы бұл айтқанда халыққа өтеді. Сондай лидерлік қасиеті бар Дастанның. Мына жерде шоу жасады. Секундмен ойбай үлгермей қалатын шығар, аяқ киім құдай-ай деп, тез арада дуф деп қыстырып, шөз деп жаңағы өзі мына жақтан импровизацияны жіберіп жатыр. Не деген қолдау, не деген тембр Дастан, не деген харизма. Махамбет-әлиді алатын болсақ, бұл деген бір Ален Делонның болмасақ, Бруно Марспен салыстырған болатынмын. Кеше дайындықты Махамбет-әлі түрілсейші, не болды? Мына жерде бүйтіп айт, сөйтіп айт деген кезде. Маржан ханым, мен әлі күшімді қазір кішкене сақтап тұрайыншы, ертең көрсетемін бәрін деді. Солай ма деп. Енді мына жерде жасаған сальтосы ма, құдай-ай, айналып барып, тройной прыжок дейміз, тулуп дейміз. Жана, Дастан деп жатсам жақта. Тыныш, оны қолдамаңдар деген өзі бір ойында, оның өзінде бір тентектігі бар да, өзіне жарасады. Халықтың сүйіктісі қанша жерден тентек болса да, оны жақсы көріп көреді халық. Сондай мына жерде Махамбет-әлидің іс-әрекеті. Былай айтқым келеді, Дастан ренжімеші. Алтыным, талантым, харизматичный, мені энергичный жігітім, мен саған тек қана сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Сонымен мен таңдауым Махамбет-әлі. Рахмет. Ендеше Қазақстан дауысы жобасының келесі кезеңіне тікелей жолдама алған Махамбет-әлі Әбілда. Қошеметтеріңіз. Ал құтты болсын, Махамбет бауырым. Давай, сәттілік. Екеулеріңізді мықтысыздар. Неге екеулеріңізді бірге бір дөтке қойғаныма мен кәдімгідей өкініп тұрмын. Дегенмен бұл сайыс Дастан, сіз бұл жерде әлі қаласыз, өйткені 3 тәлімгер мүмкін біреуі сізді өзінің тобына алып қалар деген менде үміт бар. Ей, жа. Жарасты сені. Өздеріңізде жақсы білесіздер. Дастан керемет әзілкеш. Бұндай форматтағы басқа қатысушы біздің жобада жоқ. Сондықтан жақсылап тұрып ойланыңыздар. Сіздерге 10 секунд уақыт беріледі, шешім қабылдау керек. Уақыт бітті. Дастан, Жайна, қошеметтеріңіз. Что жасадың? Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жанкүйерлік рахмет. Көп рахмет. Осы дәрежені, осы жерге дейін жеткеннің өзі мен үшін үлкен жеңіс. Енді Махамбет бауырымызды мойындау керек, нағыз талант. Тек қана сәттілік тілеймін. Тәлімгерлерге көп рахмет. Енді керемет сөздермен шығарып салды. Анандай сөзді ондай тұлғалардан есту деген үлкен бақыт. Баршаңызға тілеймін ашық аспан. Сіздермен Жайнақ Дастан. Рахмет. Ал енді келесі сенбі кездескенше. Кездескенше. Барлықтарыңа сәттілік. Сәттілік тағы да.